Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Бүгінгі видеода мен сіздерге 2024 жылы зейнетке шығатын әйел кісінің зейнетақы мөлшерін санап көрсететін боламын. Сонымен қатар осы кісі 2024 жылы зейнетке шығады және құжат тапсыру барысында қандай қателіктерді жібермеу қажет, сол туралы толығымен айтатын боламын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басып комментарий жазыңыздар, басқа туыстарыңыз, таныстарыңызға таратыңыздар. Сол кезде ол кісілер де бұл қателікті жібермейді, есесіне аз зейнетақы алып қалмайды. Енді бізде Қазақстанда зейнетақының 3 түрі бар. Ол солидарный пенсия, яғни жасы бойынша берілетін зейнетақы, база пенсия, одан кейін пенсия из НПФ, НПФ-тан берілетін төлемдер. Дәл осы солидарный пенсия, база пенсия мемлекеттік бюджеттен беріледі. Жыл сайын көтеріліп отырады, өмірдің соңына шейін берілетін зейнетақы болып табылады. Пенсия из НПФ, НПФ-тан берілетін жинақталған сумаңызды сізге бөліп беретін зейнетақы түрі. Енді ең басты пенсия бізде солидарный пенсия, база пенсия. Дәл солидарный пенсия дегеніміз не дейтін болсаңыздар, бұл 98 жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтілі үшін және кез келген қатарынан тұратын 36 айлық табысы үшін берілетін зейнетақы түрі. Ал база пенсия дегеніміз зейнет жасына дейінгі бүкіл өмірлік еңбек өтілі үшін берілетін зейнетақы мөлшері. Осы ретте айта кететінім сіздерге, ең біріншіден бізде солидарный пенсия үшін 98 жылға дейін стаж, яғни міне біз оны есептейміз. Трудовой, диплом, балдардың туу туралы куәліктері, ер кісілер үшін военный билет арқылы есептейміз. Дәл осы құжаттардың барлығы түгел, запистері барлығы көрініп, печаттары барлығы көрінген болу қажет. Сол кезде бұл есепке алынатын болады. Егер де диплом жоғалған болса, архивтен анықтама алып растау қажет. Печаты өшіп қалса, архивтен анықтама алып растау қажет болады. Егер де мүлдем архивте болмаған жағдайда соттың шешімі арқылы есепке алуға болады. Оны міндетті түрде реттеп қойыңыздар. Бұл деген біраз уақытты талап ететін жұмыс, сол себепті ертерек бастағандарыңыз дұрыс. Дәл осы солидарный пенсия үшін бізге 36 айлық табыс қажет болады. Міне, 36 айлық табыс ретінде сіздер қазір 36 айлық табыс туралы справканы перечнен алып тастағандықтан осы ретте сіздерге қайта айтамын, 36 айлық табыс туралы анықтама жоқ қазір. Сол себепті сіздер 36 айлық табыстарыңызды өздеріңіз міндетті түрде көрсетулеріңіз керек. Мысалы, мынау кісіде 2023 жылдың августінен бастап 2020 жылдар сентябрь айына шейін 36 айлық табысы жақсы. Именно осы периодты көрсетуді ұсынамын деп мен кісіге айтып жіберемін. Ол кісі соңға барған кезде, құжаттарды тапсырған кезде міндетті түрде осы периодты көрсету керек. Осы 3 жылдық табысы бұл кісіде 13 миллион құрайды. Бұл яғни 2024 жыл үшін табыстың нормасын орындап тұр дегенді білдіреді. Ал енді дәл осы табысы болмаған кезде не болады дейтін болсаңыздар, қараңыздар, қазір бізде міне стажы бар, 98 жылға дейін 16 жыл стажы бар. 16 жылды біз айларға айналдырған кезде 194 ай шығып тұр. Осы 194 айда біз доходымыз 203.060 теңгеге көбейтіліп тұр. Сонда бізде солидарный пенсиямыз 98.484 теңгені құрап тұр. Енді дәл осы кісі пенсияға шығады, документтерін тапсыруға барады, бірақ мынау доходын көрсетуді ұмытып кетеді. Мен қазір алып тастайын аяқтан. Ұмытып кетеді. Енді қарасаңыздар, пенсия сумасы қандай болып қалды? 28.059 теңге ғана құрап қалды. Не себепті бұндай болды? Себебі бізде именно солидарный пенсия 36 айлық табыс туралы показательге өте тиесілі пенсия болып табылады. Сол себепті осы 36 айлық табыс туралы бірінші моментте білулеріңіз қажет, екінші моментте соңғы тапсыратын кезде мүмкін специалистердің қателіктері шығар. Бұл 36 айлық табыс туралы периодты сұрамау үшін менде өзімде клиенттерде осы соңғы кездерде жиі кездесіп жатқандықтан мен сіздерге видео түсіріп осыны айтқым келді. Яғни қараңыздар, жаңа 98 мың теңгеден 28 мың теңгеге пенсиясы түсіп қалды. Менде 1-2 клиентте осындай жағдай болғандықтан сіздерге айтып кетуді жөн көрдім. Ары қарай енді база пенсиясы, мысалы бұл кісіде 130 жыл болса, яғни 105% максималды база пенсия алады. Мемлекеттік бюджеттен алынатын пенсиясы 73.636 теңге болып қалды. Соған қоса выплата НПФ 30.385 теңгеден алады. Сонда 104 мың теңге зейнетақы шығып тұр.
Енді мынау кісіде қайтадан мен жаңа доходын қалпына келтірдім, бірақ бұл кісіде положено доходы үшін, стажы үшін солидарный пенсия 98.484 теңге. База пенсиясы 45.577 теңге. Осы ретте айтады кететім, сіздерде 35, 36, 37 жыл стаж болса да, сіз осы мөлшердегі база пенсияны алатын боласыз. Себебі бұдан артық база пенсия жоқ. Максимальный база пенсия ретінде 2024 жылы 45.577 теңге есепке алынады. Сонымен мемлекеттік бюджеттен берілетін зейнетақы мөлшері 144.061 теңгені құрайды. Оған қосылады пенсия из НПФ 30.385 теңге 7 жыл көлемінде алатын болады. 3 пенсиясының суммасын қосқан кезде 174.446 теңгені құрайтын болады. Дәл осы ретте айта кететінім сіздерге. Мемлекеттік бюджеттен берілетін зейнетақы бір шотқа түседі, екінші выплата с НПФ басқа шоттан түседі. Қосындысы 174 мың теңге береді. Бұл жақта выплата с НПФ временная пенсия, яғни 7 жыл көлемінде бұл пенсия бітеді. Бірақ мемлекеттік бюджеттен берілетін зейнетақы жыл сайын көтеріліп отырғандықтан бұл пенсия пожизненно беріледі, оның суммасы көтеріліп отырады. Осыны ескерсеңіздер деймін. Ал енді келесі видеода мен сіздерге максимальный стаж туралы айтатын болам, минимальный стаж туралы айтатын болам. Жалпы осындай ақпараттармен бөлісіп отыратын болам. Мен каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше.